Сәлем достар, сендермен бүгін мен Мұсырман Мұрат және де достар, бүгін біз не істейтін боламыз? Біз бүгін големмен, яғни големмен, достар, тоқта. Мен голем демекші, менің големмен соқыстың видеом 4500 просмотрға жетті. Ал менде бар болғаны 83 подписчик. Достар, сіздерге үлкен рахмет, кім көрген. Ал онда біз бастаймыз. Так, міне достар, мен қазір портал ендеше големді создать етуге кеттік. Мына жерден біз создать етеміз. Так, скелет големге жабылатын кімдер бар екен, маған қызық. Так, мына бұзамыз, бұл маған кедергі жасайды. Менің ойымша бірінші толқынға біз 10 голем дайындайық. 6, 7, 8, 9, 10. 10 голем жетерліктей деп ойлаймын. Енді мына жерінен де қолдарын істейік. Так, достар, не болса о болсын, ал кеттік. Кет бар, кетіндер, кет, жүр. Сен де жүр. Болды ма достар, мыналар шабуылға кетті. Бірінші толқынды соғысуымен көрейік. Менің ойымша мына жақта көбі жоқ. Сондықтан да біз бұл жерде өзіміз істейміз. Қанекей. Так, големмен шошқа зомбилерді соғыстыру видеосы. Големдерді Майнкрафттың тозағына жібердім. Так, қанекей соғысып жатыр. Және де біз бұл жерде өте қауіпті эндерменді алып келеміз. Мынаны қараңыздар. Эндермендер өте қауіпті, өйткені бұлар порталмен және де көп урон големдерге алып келеді. Сондықтан да кәнекей големдер қалай бұлармен жұмыс жасайды екен. Міне эндермендердің де жандары көп. Големге ол 3 ұру, ал негізінде біз ұру үшін ол өте көп. Эндермендердің басты үлкен қорқатыны ол су және големдер. Так, достар, неге тұрып қалды? Майнкрафтта големдер осылай көп. Аха, ана големді андайық, бұл не істеп жүр? Так, эндермен астындағы эндерменді. Тиме кетті. Голем тиме кетті анаған. Так, ол біреуді андып жүрген сияқты. Оралмай қалды. Өліп қалды. Достар, сендермен бүгін мен болған Мұсырман Мұрат, сау бол.